Баршаңызға сәлем. Сіздермен бірге осындай дәмді ерекше капкейктің рецебін бірге дайындаймыз. Ол үшін 3 жұмыртқаға қантымызды салып, миксермен жақсылап араластырып аламыз. Екеу қант жақсы еруі керек. Және үстіне еріген сары майды, сүтті құйып жіберіп, тағы да миксермен араластырамыз. Өте жақсы бірігуі керек. Және ас содасын, қасықты толтырмай, кішкене ас содасын салып, алдын ала елеп алған ұнды саламыз. Оны жақсылап тағы да миксерлеп аламыз. Үстіне мен мейіз қостым. Сіздер қоспасаңыздар да болады, өздеріңіздің қалауларыңызша жасаңыздар болады. Және менде осындай қалып болды. Сіздерде қандай қалып бар, кез келген қалыпқа жасасаңыздар шығады. 180 градуста 20-25 минутта піседі. Үстіне мен сгущенка қосып жібердім, өздеріңіздің қалауларыңызша. Қоспасаңыздар да міндетті емес ол. Және үстін піскен соң осылай сәндедім. Насатканың көмегімен ортасын алып, үстіне крем құйып жібердім. Сіздерде крем қою болып шықса, менікі кішкене сұйық болып қалыпты. Қою болса тіпті жақсы. Ол кезде сіздер арнайы крем қоюға арналған насаткамен құйсаңыздар болады. Осылай үстіне құлпынай салып жібердім. Өте тартымды, сүйкімді болып шығады. Бірге жасап көріңіздер міндетті түрде. Астарыңыз дәмді болсын. Видеоны аса лайк қойып, комментарий жазып, қоңыраушаны баса кетіңіздер. Қоңыраушаны бассаңыздар, сіздерде менің әр шыққан видеом бірінші барып отырады. Астарыңыз дәмді болсын.